Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ашытылған қамырмен пирог жасаймыз. Салмасын өздеріңіз білесіздер, не қоссаңыздар да. Мен картофель қостым. Ең бірінші бізге 2 стакан ұн қажет. Осындай сухой дрожь қажет. Алдын ала дайындалған тұзды суымыз қажет. Тұзы кішкене аштырақ шығып тұрса, сонда наныңыз дәмді болып шығады, қамырыңыз. Осылай жақсылап илеп аламыз да жарты сағатқа қойып қоямыз. Бұл пирог өте оңай жасалынады. Мен салмасына пияз және картофель қостым. Дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңызша қоссаңыз болады. Қызыл бұрыш, қара бұрыш және тұз. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып салмасын. Айтпақшы, мен сумай қостым, 1-2 қасық. Наныңызды 2-ке бөлесіз де, бір кіші, бір үлкен қылып бөліп, жайып аласыз. Міне видеода көрсетілгендегідей. Үлкен бөлігін жайып, астына жібересіз. Оның үстіне салмасын, алдын ала дайындалған салмасын саласыз. Ет, болмаса фарш қосып жерсеңіздер, өте дәмді шығады. Картофельмен 35 минутта піседі. Ал фарш болмаса ет қоссаңыздар, 45 минуттай ұстау керек. 150 градуста. Мен 150 градуста 35 минут ұстадым. Өзіңіздің духовкаңызға да байланысты. Осылай бетін жауып, жан-жағын осылай жауып шығасыздар. Видеода көрсетілгендегідей. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Бетіне жұмыртқа жақтым. Күнжут бар болса, күнжут жағып, осылай вилкамен әр жерден тесіп қойғаныңыз жөн болады. Міне, керемет болып пісті. Дәмі де өте дәмді. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.